Ассалаумағалейкум бауырым. Алейкум ассалам. Қалайсың, амансың ба, жақсың ба? Аман, жақсы. Неге Құдай жоқ деген шешімге келдің? Сол барлар ұнамайды ма? Сенбеймін, сенемей жатырмын, короче, оған. Ұйқаспай жатыр. Степной, алғыс, ё-моё, Степной жақсы. Рахмет. Ұйқаспай жатырғанда. Мысалға да бауырым, сен былай ойлап қарашы, эфир аштың, Құдай жоқ деп жазып қойдың, енді сұрақ қойса андай бір, как будто бір неважный адам сияқты бір саған сұрақ қойған адамдар болмаса. Серьезно жауап бермейсің да, мысалы? Серьезно жауап если сен жоқ, сен сұраққа, мысалы, дискуссияға тарттың ба, соған соответственно сенде бір жауап болу керек, мысалы, дискуссияға сенде түсуің керек, мысалы, сен шақырып отырсың ғой. Мен серьезно жауап беріп жатырмын. Мен құдайлардың бар варианттарын ешқайсысы ұнамады, ешқайсысына сенбеймін. Вот сол. Несі ұнамаған? Ол сенің өзіңнің жеке өзіңнің жаңағы түпкі түйсігіңнің несі да, ол тұжырымы. Сенің өзің, жеке өзіңнің ғой. Дұрыс. Қалай айтсам болады? Құдай жоқ деген шешім қабылданың өзің солай. Дұрыс. Ал оған эфир ашуға не түрткі болды, мысалы, күллеу, мысалы, адамдар осындай провокация жасауға, болмаса басқа адамдардың ойын өзгертуге деген сияқты. Ол сенің өзің солай шешім қабылдадың. Сен өзің солай, өзің ішкі жан дүниең солай болып қалмады ма? Өзіңмен өзің басқа адамдар неге тартасың? Мен енді сол өзімнің көзқарасымды басқалармен талқыламаймын ба? Сендердікі басқаша, менікі басқаша. Талқыламаймын. Хорошо, талқылаймын. Жоқ, енді талқылауға бір сұрақ қойса, сен андай бір неважный адам құсап, сенде бір высокомерие бар ма, әлде түсінбедің да жаңағы? Өзінше болып отырсың ғой, ұнамаса не істеймін? Жарайды, сен маған айт, қалай жауап беру керек екен, солай жауап берейін. Хорошо сөйлесейік онда адам сияқты. Давай. Сенің мысалы тонынан мен байқадым, сенде кішкене көкірек бар екен. Как будто бір андай мұсылмандарды бір өзің білесің бе? Жақсы. Жалпы қандай просто логикада емес, басқада емес, просто адам үй тұрғыдан сұрақ қойын да, неге ондай шешімге келдің, жалпы неге Құдай жоқ деген? Айтып отырмын ғой, ойланып, бар құдайларға қарап, мен мыналардың бәрі өтірік деген шешімге келдім. Сен не үшін? Просто. Сен қашаннан бері не үшін сеніп жүрсің жері? Енді сен жауап берші көрейік. Мен әлі сұрағыма жауап алған жоқпын, мысалға. Мен сендер түсінбеймін бар ғой, Марк. Сендер сұрақтарыңа жауап алу үшін сендер қалайтын жауапты беруім керек па мен? Так, мен сізге былай айтайын. Не үшін олай ойлайсың деп сұрадың. Мен айттым не үшін олай ойлайтынымды. Маған қазіргі мен білетін Құдай концепциялары, соған апаратын логикалық тізбектерің, діндер, ешқайсысы ұнамайды маған. Мен оларға сенбеймін, сондықтан осындай ойға келдім дедім. Жауап бердім саған. Енді саған сұрақ қойып тұрмын. Сен қашаннан бері қалай сеніп бастадың? Жоқ, сен андай енді сұраққа сұрақ қоспай. Бір нәрсеге деп айтасың да, но сен факт андай дәлел әкелмейсің, болмаса дәлелді сұрау екінші сұрақ. Осындай жерде деген сияқты. Дәлелді сұрау екінші сұрақ. Мен саған бірінші сұрағын жауап бердім де обратно сұрақ қойып отырмын. Сен қашаннан бері не үшін сенесің Құдайға? Сен мысалға сен сұрағыңа, менің сұрағыма досконально жауап бермей тұрып, не үшін обратно сұрақ қоясың? Сонда қара, мен сенің сұрағыңа досконально жауап беру үшін сенің кнопкаларыңның бәрін басып шығуым керек па? Либо сен отыра бересің ба, жауап бермедің деп сөйтіп? Мен сұрағыма жауап алмай тұрып, сен повторно сұрақ қоясың. Сенің сұрағыңның жауабы, мен саған жауабыңды бердім. Сен даусың естілмеді, Сакю. Мен саған жауап бердім. Енді сен обратно маған жауап беруің керек. Сен за граница отырған сияқтысың, по-моему. Мен саған жауап бердім. Қазақстанда емес. Мен саған жауап бердім. Енді сен менің сұрағыма жауап беруің керек. Сакю, сен даусың жаңағыдай болып кетті. Естілмей кетті. Қазір ғана естілді. Мен даусым естіліп тұр, саған сенде ол интернеттің дұрыс.
мүмкін. Жақсы, мен саған сұрағыңа жауап Қазір ғана бердім. Енді мен саған обратно сұрақ қойып тұрмын. Сен қашаннан бері не үшін сенесің Құдайға? Құдайға не үшін сенесің да? Қашаннан бері не үшін сенесің? Құдайға мен сенемін, жалпы туылғалы осы өмірге келгелі жалпы осындай тәрбиеде, осындай мұсылман отбасыда, мұсылман ортада, айналамның бәрі, қоршаған ортаның бәрі осындай мұсылман адамдар болғаннан кейін мұсылмандықты қабылдадым, сүндетке отырдым, азан шақырып атымды қойды. Менде выбор болды ма мысалы? Менде выбор болған жоқ. Мен мұсылмандық осылай, енді осындай ортада өскеннен кейін әрине мұсылман таңдадым. Сен де таңдадым деп айтпай ақ қойыңда, миыңа сіңірді деп айтсайшы, сен таңдаған жоқсың оны. Жақсы, сіңірді деп айтайын, жақсы, сіңірді. Выбор жоқ. Бірақ мен оған қуаныштымын, мысалы осындай мұсылман семьяда өмірге келгеніне, мысалы қазір мен өзімді Құдайымды танимын, мысалы онда тұрған ештеңе жаман ештеңе жоқ. Мен айналама бір ірің шашып жүрген адам емеспін, мысалы айналама зияным жоқ, жұмысымды жасап өзіммен жүрген адаммын. Барымша қолымнан келгенше қоршаған ортама жаңағыдай Жақсы. бір қолына келгенше тигіземін. Жақсы. Қандай жамандық көрсің? Осындай позицияда жүрген адамдардың барлығы. Мен Сайкю мындай. Менің атам. Хорошо, Сайкю. Хорошо, мен саған айтайын. Құдай жоқ деп мысалға. Жоқ, сен жаңағыдай да, сен Сайкю. Тұра тұршы. Если жаңағыдай провокацияға тартасың да адамды, если нормально сөйлесең, тарта бермейді. кетесің, болмаса провокационный бір нәрселер айтса, өзісін жаның кіріп сөйлеп бастайсың. Тыңдашы, мен саған айтып отырмын. Тыңдадық қой жауабыңды. Болды, түсіндік. Сен айттың, бұл менің таңдауым емес, ортам солай болды, ата-анам солай болды, мен соған қуаныштымын. Мен әлі айтып болған жоқпын ғой, сен сөзімді перебив айтып жатсың да, мысалға қазір. Жауап бер, болды, не қосасың енді сен? Мен айтып отырмын, сен сөзімді айтып болмай жатыр. Мен де қарашы, не деген адамсыңдар? Менің сұрағымда екі не болды ішінде. Қара, менің сұрақ Сайкю, сен если сен сөзімді біреу келіп бөлсе, тұра тұршы, менің сөзімді неге бөлесің нәрсе деп шығасың. Тұра тұршы, сен өзің адам тыңдап білмейсің. Тыңдасай, сен өзің адам тыңдап білмейсің. Тыңдашы енді қара. Менің сұрағымда тоқтай тұршы енді, мен айтайын да. Мен сенен сұрадым, қашан не үшін қабылдағаныңды. Сен туғаннан бері ата-анам мен ортамның арқасында қабылдадым, соған қуаныштымын дедім. Болды, сен жауап бердің ғой, тоқтаса енді. Ал сен сөзіңді одан не жаман дальше мұжықтансың деп отырсың да? Мен саған айтып жатырмын. Жоқ, одан кейін мен әлі айтатын деп айттым ғой, соған айтайын да мен саған. Не жамандық? Енді жауап беріп. Мен айтып отыр едім ғой, сен мен аузымда сөзімді алдында кесіп тастадың да, мысалға. Мен айтып отырмын, әлі болған жоқ еді негізі. Ар жағында тұра тұрса енді, ар жағында әңгімең не керек, сен жауап бердің ғой сұраққа. Мен де айтып отқан нәрселерім бар ғой әлі. Айтып отқан нәрсеңе қазір келеміз. Сен сұраққа жауап бердің да. Сұрақ құралады деген сияқты ғой, мысалы. Сен сұраққа жауап қандай адам? Сен сұраққа жауап бердің де. Постоянно қара. Сен біреуді айтпайсың. Сөзге қонақ берсейші, сен қара. Сен сұраққа жауап беріп біттің де, бұдан не жамандық көрдің деп айттың. Енді тоқтасай осы жерде. Біткен жоқпын ғой. Сен осыдан не жамандық көрдің деп айттың. Тоқтасай енді осыны талқылайықта. Хорошо. Кема қанды? Осыны сразу хорошо дей салсаң болмай ма? Параллель сөйлеп жарты сағат мыжып отырып алмай? Сен өзің адамның сөзін кішкене несеші, сен де тыңдап білшеші өзіңді. Сен өз-өзіңді есептеші, артыңды кінәлі. Не қатысы жоқ әңгімеңді, мыжыңды дальше не үшін тыңдап отыруым керек? Мен саған айттым, жақсы жауабыңды алдым, сен обратно сұрақ қойдың. Соны тоқтаса енді талқылайық та соны. Обратно сұрақ қойған жоқпын негізі. Сайкю, мен саған айтайын. Осыдан не жамандық көрдің деп айттың ба сен? Ойымды сен тыңдап білесің ба адамды? Осыдан не жамандық көрдің деген айттың ба, айтпадың ба?
айттым. Мен Айтсаң әлі тоқта енді. ойымды досконально мен саған толықтай жеткізген жоқпын. Сен орта жолдан сындырып тастай бересің да, тоқта осы жерін тоқта. Осыған тоқтаса енді сендер 180 теманы быжыратып айтып Неге сен тастайсыңдар до конца тыңдамайсың сен адамның ойын мысалға? сенің ойыңды до конца. Мен әлі айтып болған жоқ едім Сен ғой қазір мысалға. үстіне тағы бірдеңелер қосып тастайсың. Хорошо, давай. Осымен тоқтадық. Ал сен қарсы не сұрақ қойғың келді? Жақсы қойшы ал. Не деген адамсыңдар, елемін. Негізі сен адам сөзін тыңдап білмейді екенсің. Сен қазір Өзіңе ұнайтын андай варианттарды аласың да. Сонда сен қазір үстіне тағы 180 вариант қосасың. Сосын соның 180-нің қайсысын талқыларымызды білмей отырайық па? Тағы не Жақсы, несешін. Жоқ, енді тоқтатып тастадың ғой. Енді сен де сөз бердің мен саған. Вот именно тоқтап бөлек талқылау керек. Сен қазір тағы 10-15 әңгіме айтып тастайсың, қайсысын талқыларын білмей отырасың. Сен айттың ба, осы жерден тоқта. Сен қайсысына именно сен тоқтадың мысалға? Сен жаңағы Қай темаға сен тоқтап қазір? Менің әке шешем мұсылман болған, ортам мұсылман еді, менде таңдау болған жоқ, бірақ таңдау болмағанына мен қуанам дедің сен. Таңдау болған жоқ деген жоқпын ғой. Записьті шығарып беремін. Ондай сөз шыққан жоқ қой. Мыналарың секіреді екен ғой. У меня выбора не было. Қара, мен мұсылман. На месте секіресің. Қараш, тыңдашы. Мен мұсылман ортада дүниеге келдім дедім. Менде таңдау болған жоқ деп айттың сен. Айналған қоршаған орта. Бірақ мен сол мұсылмандық ортада дүниеге келгеніме мен разымын дедім. Разымын деді, оның алдында таңдау болған жоқ менде деп айттың ғой. Если қазірдің өзінде де таңдау болса да мен мұсылман таңдар едім мысалы. Таңдай алмайсың сен қазір уже. Мен андай 1 минут бұрынғы сөздеріңді секіре саласыңдар да. Мысалы қара. Мен саналы түрде жақсы, мен дүниеге келгенде мен санам әлі жетілген жоқ. Мысалға мен білмеймін не қалай, қай жерде, не үшін, қайда келгенді білмеймін. Ал қазір саналы түрде санам жетілді. Мысалы қазір жасым 26-да, санам жетілді, ой өрісім дамыды. Мен қазір саналы түрде тоже мұсылмандықты таңдар едім мысалға. Жоқ, ондай вариант жоқ сенде. Не үшін вариант жоқ? Енді қара, сенің санаң қалыптасып болғанға дейін не үшін дедің, тоқтасайын, тыңдасайын, не үшін дедің, тыңдасайын. Мен бәрін көрдім. Тыңдасайын, не үшін дедің, не үшін дедің, тыңдасайын жауапты. Не үшін дедің, тоқтасайын, тыңда. Ема, сразу тоқтай салуға болмай ма? Не үшін дедің, өзің жауап беріп атсың. Тыңдасайшы сен енді, не үшін деп айттың, енді жауап берейін деп атсың, параллель сөйлеп атсың да жағаласып. Маған интернет қой, сен даусың жай келіп отыр ғой, маған ал дейсің енді. Қайда отсың, Марс отсың, Японияда. Сен даусың маған қалай келіп отыр, мен саған солай жауап беріп отырмын, маған не дейсің енді. Она министр цифровизация министрі айтшыш барып. Не үшін бізде интернет жайлы. Енді тыңда, сенде басқа діндерге ауысатын вариант болған жоқ. Өйткені сенің бала кезден миыңды шайып тастаған. Осыны түсінбейсің ба? Өйткені сенде бала кезден саған былай деп бала кезден как будто сен мен 24-те жетім жасымда мен 30-да болған адам сияқты шайып тастаған деп айтты. Енді шайып тастаған деген былай айтайын да саған. Ислам діні сені бала кезіңнен мұсылмансың деп тәрбиелеген кезде саған жүрегіңе күмәнданатын вариант 0,1% күмәнданатын вариант қалдыра ма? Немесе исламнан басқа да жолдар дұрыс болуы мүмкін деген вариант саған қалдыра ма? Сені исламға санаң қатпай тұрып, кішкентай кезінде саған кіргізген кезде саған бұл діннен басқалардың да хақ болуы мүмкін екені, бұл дінден басқа жолдардың да дұрыс болуы мүмкін екені туралы саған вариант қалдыра ма? Сен қазір иә деп жауап берсең, сен діннен шығып кетесің. Жоқ деп жауап берсең, демек сенде басқа діндерге ауысатын мүмкіндік болған жоқ. Өйткені саған жалғыз ақиқат жолдың осы екені, бұл жерде ешқандай қателіктің жоқ екені, бұл жерде ешқандай күмәнға орын жоқ екені саған ұжып миыңа салып тастаған. Сенде күмәнға орын жоқ, сен басқа жақты қалай таңдайсың? Хорошо. Сен айтқың келген ойыңды айттың ғой, дұрыс па? Тыңдай аласың ба мен сөзімді, мысалға? Мен бір нәрсе сөйлесем, сен сөзімді бөліп жүре бересің да қайта-қайта.
Мен сені бірақ тыңдадым, мәдениеттілікті сақтап. Хорошо, былай қой, Сәке, қара. Сен айтып отырсың, мысалға, сенің жаңағыдай мұсылмандық отбасы дүниеге келдің, сенің миыңа сіңіріп тастаған деп. Но мен саған айтайын. Мен мұсылман отбасында дүниеге келдім. Якобы мұсылмандық, мен мысалға, мен әкемде, шешемде намаз оқыған адамдар емес. Мен ондай бір тоңқайып 5 уақыт намаз оқып отқан ешкім көрген жоқпын бала кезімнен бастап. Бір сен айтқандай жаңа ойыңа сіңіріп тастаған деген сияқты. Екіншіден, маған ешқайсысы әкемде, шешемде, мен үйдің кенжесімін, маған бауырларымда біреу де бір дін жайлы уағыз айтпаған. Ол екі. Үшінші, әкем өмірден өтіп кетті, бірақ иманды болсын. Бірақ бұл кісі өмірден өткенше намаз оқымаған, бірақ өзін мұсылман деп есептеген, жаңағы әке-шешесінің бет басына барып Құранын оқыған, но бірақ ол кісі ішетін болған. Иә, жаңағыдай сен айтқандай бір уағыз айтып 5 уақыт күнде келіп мен мазғамды итеріп отырған адам емес. Мен мұсылмандықты өз қалауыммен есейе келе, санамды толықтыра келе өзім таңдадым деп айтсам да болады. Мысалы, сен айтқандай, сен как будто айтып отырсың да, 24-те жетті, мен өмірге келгелі жаңағыдай қазіргі фанатиктер сияқты болып, баласына келіп құлағына таңертеңнен кешке дейін бір садикке жаңағы садиктен бастап жаңағыдай діндар нелерге беріп тастаған сияқты айтып отырсың да, мен ондай семьяда өмірге келген жоқпын мысалға. Мен өзім саналы түрде қабылдадым мұсылмандықты. Сен не үшін, сен білмей тұрып айтасың да, сен как будто 24-те жеті мен қасымда өскен адам сияқты болып, сен санағын құйып тастаған ғой деп. Мен өзім саналы қабылдадым ғой енді. Енді мен қазір мына эфирдің записін сразу аламаймын да, әйтпесе мен саған қазір осыдан 10 минут бұрын айтқан өзіңнің сөзіңді қосып беретін едім да. Мен саған сұрақ қойдым ғой, қашан және қалай исламды қабылдадың деген кезде сен бала кезімнен миыма сіңірген, ислами ортада өстім, мен солай Құдай бар, ислам бар деп, сен өзіңнің жауабыңа өзің қарсы шығып, еще оны мен айтқан сияқты. Мен әкемді, шешемді, мен шоқынып атқан көрген жоқпын ғой енді. Дек сөйлеп отырсың, сен осылай айтасың деген әңгімесін бет басына барып, ата әжеміздің барып, бала кезімізде мен атамды әжемді көрген жоқпын, барып Құранды оқып. Мәселе ода емес. Сен өзіңмен өзің айтысып отырсың қазір. Марк, сен өзіңмен өзің айтысып отырсың қазір. Себебі сен өзіңнің берген жауабыңа мелочный адамсың ба? Мелочный емес. Мен саған записті шығарып ютубқа қойып беремін. Сен өзіңді өзің тыңда да, қалай секіресің. Записте басқасын да сен тыңда шеш. Қарашы, 400 адам отыр да. 400 адам отыр. Мен саған былай айтайын. Сен мысалға сен сенбейсің. Мысалға сен дінге сенбейсің. Жақсы, сен исламофобсың, допустим. Болмаса исламофоб болмай қой. Мен саған, мен дауысында естіліп жатыр ма, или параллельно әдейі сөйлеп жатсың ба, айтшы. Сен, потому что сен де тыңдап білшеш адамды. Мен сөйлеп жатырмын. Мен саған сөйлеуге мүмкіндік бердім. Құрмет болу керек қой тоже. Мен қазір ғана сен сөзіңді бөлмей тыңдап айттым ғой, болдың ба деп. Иә, болдым. Сосын мен саған айтып жатырмын. Сен өзіңмен өзің таласып отырған адамсың. Себебі бірінші сұрақ қойған кезде өзің айтқансың, маған ортам, ата-анам, айналам маған сіңірді, бала кезімнен солай өскем, Құдай бар деп, менде таңдау болған жоқ деп, сен бәрін өзің айтқансың. Осы сөздеріңді мен саған тыңдатамын егер керек болса, записьті шыққан кезде. Ендіге бап маған неге сен оны үйтіп айтасың, мен үйтіп айтқан жоқпын ғой деп өзіңмен өзің айтысып жатсың. Ол дұрыс емес. Сен бірінші сразу айтуың керек еді. Мен ислам дінін өзім саналы түрде 20 жасымда қабылдадым деп сразу айтсаң, әңгіме басқа болатын еді. Иә. Жақсы, мойындайын ал. Мойындадым. Сенікі дұрыс, мысалы, мен мана кішкене асығыс айтып қоюым мүмкін. Мен бірақ енді мұсылман ортада дүниеге келген өтірік емес қой, оның бәрі влиятельный по-любому. Но бірақ енді бәрібір қабылдаған өтірік емес тоже. Жақсы, енді менде мынандай ой. Сен ислам дінін қабылдар кезде ислам дінінде дұрыс деп саналатын мазхабтарда домбыраны, музыкалық аспаптарды харамға шығаратынын, сосын ислам дінінде 2 атадан асқан соң қыз алыса беруге болатынын, яғни сен немере қарындасыңды ала алатыныңды, сосын сен исламға кірер кезде діннен шыққан адамның жазасы өлім екенін сен білдің ба осыларды? Білдім. Және біліп тұрып... Мен мысалға қара, мындай ғой, мұсылмандық болғанда, мен мысалы хадистерге күфірлік болады, әрине күфірлік болады, жаңағы шариғат тілімен айтқанда мен күфірлік жасаймын. Жақсы,
бір хадис бар жаңа Ахлисунадан келетін. Пайғамбарымыз бір қойшы келе жатады жаңағы тас жаңағы екі таяқты бір-біріне соғып. Сол кезде айтады жаңағыдай жаңа музыканың дауысы типа қай сүре екенін ұмытып қалып тұрмын, негізі сол менің есімде еді сүресі. Сүресі емес, хадисі. Сол музыка харам деген содан шыққан негізі. Но бірақ мен мысалға қазір мен оған мысалға мен қарсымын. Кезінде осыдан мен студенттік шағымда примерно осыдан 7-8 жыл бұрын мен соған сенетінмін, кәдімгідей бар ғой, сеніп соған мысалға мен қазір оған бойсынбаймын. Мен Алланы білем, өзім Құдайыма сыйынам. Жаңағыдай шариғаттың кейбір қайшылықтарына, мысалға заңдылықтарына мен өзім Құдай өзі кешірсін, мүмкін егер солай болатын болса, но бірақ мен оның бәрі сенің позицияңда примерно соған келеді. Мен ойлаймын, кейбір хадистер ойдан құрастырылуы мүмкін, болмаса билік жаңағыдай. Короче, айтатын болса әңгіме көп, но бірақ мен әйтеуір Аллама сенем. Өзім ешкімнің Алла жібін аттамай, дұрыс адам болып жүрсем. Жоқ, қандай Құдай сен? Логичный нәрселерді, жаңағыдай музыка қара, бір нәрсе қара, анау қара деген нәрселерге өзім қарсымын. Домбыра харам деген нәрселерге, қарсы болады, жарайды. Құндылықтарды жоятын нәрселерге мен оған қарсы. Қарсы емес, бірақ мен оны өзім как личность ретінде оны қолдамаймын. Мен біреуге айтпаймын, бірақ оны. Саған барып айтпаймын, болмаса мен көршіме барып айтпаймын. Жақсы, жарайды, енді тоқтайдықшы енді. Сонда сенің Құдайың қандай Құдай сенен не талап етеді, ол айтшы. Ол қара, сен шаруаң болмау керек. Мысалға, әр адамның өзінің құқығы бар. Кімге сенеді? Мен мысалға, мен тіпті итке сенсем де, мысалы, сен қандай құқығың бар маған келіп, сен неге сенесің деп айтуға? Азаматтық, өзім адам ретінде өзінің құқығы бар. Сұраққа жауап бермеші, өтініш, Марк. Мен сенен сұраған сұраққа жауап беретін болсаң, иә, жауап берем, әйтпесе жауап бермейін деп айт. Сен сұрамаған сұрақпен ұрысып жатсың да. Мен сенен Аллаға неге сенесің деп сұраған жоқпын ғой. Мен сенен сен сенетін Құдай қандай Құдай, ол не талап етеді деп сұрап жатырмын. Айтқың келсе айт, айтқың келмесе айтпаймын деп айт. Мысли, сен сұрағыңды дұрыстап қойсайшы, адам сен сенетін Құдай ол қандай және сенен не талап етеді деп айтып отырмын. Сен мысалы Құдай жоқ деп жазып қойдың, дұрыс па? Біріншіден, мен не үшін эфиріңе кірдім, сен сол үшін кірдің ғой. Сен алдыңда, сен вообще андай провокационный вопростар қойып, сен вообще провокационный, сен айтқың келмесе айтпаймын десей. Мен саған бір-екі сұрақ қоюға кірдің бо, сен мысалы қазір уже жарты сағаттан асып кетті. Несі провокация? Сен айтқың келмесе. Қойғың келген. Сен әлі сол сұрақ қоя алмай отырмын. Сен қойған сұрақтарға жауап беріп отырмын да мысалы. Өзіңнің Құдайыңды сипаттап бергің келмесе. Мен мысалы қара, сен эфиріңе не үшін кірдің? Мысалы сен қабылдадың ғой. Сен реально естімей отырсың ба, либо әдейі сөйлеп отырсың ба осылай? Сен андай типа өзің неудобный болғың келеді, но уже сен бар ғой бір-ақ ауыз сөз бәрін ойлайсың ба, не тиін, бір-ақ ауыз сөз ғой, тыңдашы, сөйлей бермеш параллельно, ё-моё, тоқташы айналайын, мына жақта мен саған параллель сөйлей бермеш, мен саған бір сұрақ қойдым, сен айтсай мен жауап бергім келмейді деп, болды, әңгіме сол жерден бітеді. Өзің үйренші адамды. Жоқ, сен неғып жарты сағат... Сен тыңдамаған адамды... Жоқ, неғып сен... Неге сен жарты сағат параллель сөйлеп... Неге сен жарты сағат параллель сөйлеп жалыбы жасап отырсың, бірақ ауыз сөзбен, мен бұл сұрағыңа жауап бермеймін десең, әңгіме сөз жерден бітеді. Неғып сен мыжып отырсың жарты сағат? Мен біреуге сұрақ қойғым келіп кірген, әлі қоя алмайтын. Сұрақты қоясың ғой, енді айтсай, мен сен сұрағыңа жауап бергім келмейді. Сұрақтарға жауап беріп отырмын, әлі бар ғой, былай қаратсаң. Мен әлі өзім қойғым келген сұрағын қоя алмаймын. Негізі сен мені тыңдасаң, бір тоқтап, әңгіме өйтіп... Сен андай, дұрыс емес сен көбір. Қарашы, сен менің не айтып жатқанымды естісең, мынандай мыжың болмайды. Қара,
мен саған сұрақ қойдым ба? Сен айт. Тоқтай тұршы, енді әңгіме біткен жоқ. Бір нәрсе сұрайын десем, өзің қарама-қарсы сұрақ қоя бересің да келіп алып. Тұра тұрса, енді айтып жатырмын. Сенде автомат мынандай бір компьютер программа құрып қойған сияқты. Айналайын. Бір сұрағыңды Тоқташы, тұра тұршы, параллель сөйлемей. Маған бір сөйлемді аяқтауға мүмкіндік берсе, сол кезде уақыт қысқарады. Сен бүйтіп айтасың. Мен мына сұраққа жауап бергім келмейді, бірақ менің саған сұрағым бар дейсің. Мен саған қой деймін. Болды, қоясың, бітті. Қоя бер сұрағыңды. Жауап бердім ғой мен саған, неше сұрағыңа жауап бердім мен уже. Соңғы сұраққа жауап бердім ғой мен саған, бәріне не керек енді. Мен сұрағымды қояйын да енді. Мен саған сен эфир аштың дискуссия құдай жоқ деп жазып қойдың. Адамдар сұрақ қою үшін кіреді ғой енді. Сұрағымызды қойық, кірген адамға сұрақ қою беретін. Сен бүйтші, параллель сөйлемеші, өтініш. Саған бірдеңе жеткізгісі келіп жатыр да? Параллель сөйлемей, потому что сен тыңдап білшеш. Сен тыңдап білмей тұрсың ба адамды? Сенің тақырыпқа қатысы жоқ, өзіңмен өзің сөйлесіп отқаныңды не үшін біз тыңдап отырмыз керек? Мен саған нақты сұрақ қойдым, ол сұраққа жауап бергің келмесе, мен жауап бермеймін, бірақ менің саған сұрағым бар деді, маған сұрағыңды қоя берсей мыжымай. Қай сұрағыңа жауап бермедім, Сайгүл, мен сен біраз сұрағыңа жауап бердім. Даже естімегенсің, онда айтайын саған қай сұраққа жауап бермегеніңді. Сенің құдайың қандай және сенен не талап етеді? Осы сұраққа жауап бересің бе или бермейсің бе? Менің құдайым жүрегімдегі, менен адамдардың ала жібін аттамауды, жамандық жасамауды, әке шешені сыйлауды, жұбайыңды сыйлауды, жұбайыңыз маған аманат екенін, мысалы бала шағам аманат екенін, жамандық жасамауды, қылмыс жасамауды маған үкім еткен, мысалға менің өзімнің жүрегімде қабылдағаным. Ал бәрекелді, енді не сұрағың бар, қой давай. Менің сұрағым, мысалы, сен құдай жоқ деп жазып қойдың, мысалға да. Мысалы, құдай жоқ, сенің өзіңнің, мысалға, бұл шешімің болар, өзің сенімің болар, құдайға сенбейтін. Ал басқа адамға осындай эфирге ашып, мысалы, адамдарды провокацияға шақырып деген сияқты. Ол саған не үшін керек? Мысалы, қандай мақсатың, түпкі мақсатың. Қойып болдың ба? Жақсы. Болмаса, сен айтасың қазір, мен алдында бір рет мен сенің ютубтан эфиріңді тыңдаған, ерінбей жұмыста отырып, мен қазір айтып тастайыншы. Сен дәл осылай бір жігіт бір сұрақ қойыпты, короче, сен не үшін, сен мақсатың не деп, сен сонда жауап беріпсің, жаңағыдай. Сен сол сұрақты неге имамдарға қоймадың деген сияқты да. Имамдарда отырады ғой, болмаса ана мешіттерде 5 уақыт азан айтып жатады, басқа құдайлардың жаңағы, мен азанда бар ғой сондай, Аллахтан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген азанда айтылатын нәрсе. Күнде мысалы азанда айтылып жатыр, неге сен соны барып мешітке айтпадың деген сияқты. Короче, сондай бір сен андай өзіңнің жеке личный тарапыңнан айтпағансың да, әр нәрсеге сілтей береді екенсің да, соны байқаған. Жалпы жақсы, сен имамға сілтейсің, болмаса басқа бір нәрсеге сілтейсің. Сен как өзің Сайкеу деген сияқты, мен атыңды, есіміңді білмедім, бірақ как личность ретінде, өзіңнің тұжырымың ретінде бір андай, как личность, сен өзің жауап бере аласың ба, ешкімге сілтемей, мысалға. Жақсы, сен имамдар айтқан шығар, оларда адам баласы ғой, мысалға. Сен олар жақсы, домбыра харам дейсің, басқа харам дейсің, олар мүмкін қателескен шығар, болмаса. Сен олар жақсы түсіп кеткен екен уровені, сен не үшін олардың уровеніне түсесің? Сен неге өзің как личность ретінде өзің уровені ұстап болмайсың, мысалға. Сол әркімге сілтейді екенсің да, мен сен байқағаным. Мен как сен азамат жігіт ретінде өзіңнің кәдімгі, мысалы, мен сен сұрағыңның аяғы бола ма, или біз шайшып келек па бар? Опять көріп тұрсың ба, сен андай ехидно сен сұраққа жауап бересің ба? Жоқ, сенің сұрағың қазір примерно жарты сен өзің тоже через Китай алып келесің, бірақ сен андайсың, сен Сайкеу, мен саған айтайын. Осы эфирде сен сияқты жарты сағат қойған сұрағымды айтшы маған. Не үшін құдай жоқ? Мен саған сұрақ қойдым қазір. Құдай жоқ болсын, басқа болсын. Сенің өзіңнің сенім. Ал не үшін сен бүткіл осы жерге келіп провокационный осындай эфир ашып талқылап отырсың, мысалы? Жақсы, енді айтайын да саған, қара. Бұл менің көзқарасым, иә. Мен ол көзқарасымды басқалармен талқылағым келеді. Неге? Себебі басқа адамдардың пікірлерін білгім келеді. Сосын
олармен талқылап, олар не айтады, мен не айтамын, білгенімізді, білмегенімізді айтайық. Мен мысалы біраз адамдарды көріп жүрмін, өздерінің сеніп жүрген құдайымен ұстанып жүрген дін туралы ештеңе білмейді. Және талқылау бөлек қой, Сайке, вот именно, қараш. Сөзді бөлме. Сенікі талқылау емес қой, сенікі мазақ қылу болып тұр ғой. Сөзді бөлме. Бөлме емес, бөлуге тура келіп тұр ғой. Сөзді бөлме. Бөлуге тура келіп тұр ғой, Сайке. Сөзді бөлме. Екінші тараптағы адамдардың мен білетін нәрсе бар, мен білмейтін нәрсе бар. Екінші тараптардың да мен білетін, бірақ олар білмейтін нәрсе бар. Бұл нәрселерді талқылап әңгіме айтуға болады. Енді қара, сен мына Құдай жоқ деген сөзді провокация деп қабылдасаң, бұл менің кінәм ба, жоқ сенің кінәң ба? Қара, сенікі талқылау емес, сен оны өзің жақсы білесің. Нақты сұрақ. Мына жазуда нақты сұрақ. Сен бәрін түсінесің. Нақты сұрақ. Нақты сұрақ. Тұра тұр. Құдай жоқ деп тұрған обложканы. Сен ақымақ емессің, Сайке. Қара. Сен интеллектуалды. Қараш. Марк. Тоқташ. Параллель сөйлемеш. Сен ғой енді параллель. Мен сұрағыңа жауап беріп біттім де, енді саған обратно айтып жатырмын. Мына Құдай жоқ деген обложканы провокация ретінде қабылдаған сен кінәлісің ба, жоқ осы обложканы қойған мен кінәлі ма? Еще раз. Қалай? Мына сөзді оқып, Құдай жоқ деп отырған адамның сөзін оқып, бұны провокация деп қабылдаған адам кінәлі ма, жоқ әлде осыны жазып, өзінің ойын айтып отқан адам кінәлі ма? Кім кінәлі? Қара, бұл жерде Құдай жоқ деп жазып қойған адам кінәлі, болмаса кіріп ойын айтып отырған осы эфирге адам кінәлі деп. Бұл жерде кінәлі деген сөз, сен қара, кінәлі деген сөздің өзі қатеді. Сен эфир, мысалға сен утвержденно жазып қойдың ғой, жоқ деген. Сен хотя бы утвердительно бір нәрсе жазу үшін оған дәлел керек та, сен не дәлелдей алмайсың. Қара, жоқ деген сөз утвердительно, кәдімгі леп белгісі бар, қоя соңында леп белгісі бар. Айдалаға кетіп бара жатырсың, тоқтай тұр. Айдалаға кетіп бара жатсың, тоқтай тұр. Айдалаға кетіп бара жатсың, тұра тұр. Мынаны сен, тұра тұр. Леп белгісін қойып қойыпсың. Айналайын, тоқташ. Мынаны сен сөз, ол оған дәлел бар деген сөз. Ал сенде дәлел жоқ, мысалға. Тыңда. Сайке, олай емес қой. Мүмкін емес адамсың сен. Тыңдашы енді қара. Сен мынаны провокация деп қабылдайсың, дұрыс па? Дәлел әкеліп берсе, андай бір сен өзіңе ұнамайтын нәрсе болса. Дәлелге келеміз. Сен алдымен мына жазуды провокация деп есептейсің ба, жоқ па? Есептеймін. Провокация деп есептейсің, дұрыс. Енді сен біреу Құдай жоқ деп тұрса, ол сені провоцировать етіп тұр деп есептейсің ғой, иә? Құдай жоқ десе, қалай? Если эфир ашып, Құдай жоқ деп айтып отырса ма? Иә. Так, смотря по ситуациям ол. Жоқ, смотря по ситуациям емес. Сен ештеңе естіген жоқсың әлі. Просто бір адам Құдай жоқ деп эфир ашып отыр, сен осында мені провоцировать етіп. Вот именно сенің ситуацияңда мен провокация деп есептеймін. Егер басқа біреу осылай жасап отырса, сен оны провокация деп есептемейсің, провокация деп. Так, если андай бір адамды да танисың ғой, мысалға, интеллектуальный деңгейі төмен болады, мысалы, необразованный болады, блядь, мен сені білем ғой, мысалға, сен бәрін білесің, мысалға, и сен специально провоцировать етіп отырсың да мына жерде адамдарды. Сен секіре берме ары бері. Сен демек, біреу Құдай жоқ деп эфир ашып отырса, оны сен провокация деп қабылдайсың, иә, өзіңе? Қабылдаймын. Енді осы нәрсеңді дұрыс деп есептейсің өзің. Не үшін дұрыс деп есептемеймін? Если қабылдасым солай. Иә, осылай дұрыс деп есептейсің. Демек, мен де осылай жасасам. Иә, енді тыңда. Тұра тұр. Осы позицияңды до конца тұр. Енді мен Құдайға сенбейтін адаммын. Біреу Құдай бар деп эфир ашып отырса, оны кім провокация деп қабылдасам болады ғой? Андай бір қудыртып, адамды шатастырып, не істейін керек адамды. Тоқта. Позицияңды секірме. Сен эфиріңе кірген екінің бірі ақымақ емес қой. Мені ситуацияны айналдырайық та енді. Адамдар кіреді ғой саған. Ситуацияны айналдырайық, тұра тұр, секірме. Ситуацияны айналдырамыз, секірме. Енді мен Құдай қаш, иә. Мен ситуацияны, мен қара. Мен Құдай жоқ. Сен ғой қашып отқан.
Мен иә параллельно сөйлеп тыңдамасаң жеңесің. Қара, мен Құдай жоқ деп есептеймін. Және Құдай бар деп эфир ашып отқан адамды бұл маған провокация жасап отыр деп есептеймін. Дұрыс қой, менікі? Сен вообще андай через бір элементарный бір простой сұрақты через Америка айналдырып алып Жоқ, мен саған простой сұрақ қойып отырмын, жауап берсей. Мен саған нақты қойып отырмын. Мен Құдай жоқ деп есептеймін. Тыңда, мен Құдай жоқ деп есептейтін адаммын. ТикТокқа кірсем, біреу Құдай бар деп эфир ашып отыр. Мен оны провокация деп қабылдасам дұрыс қой? Если ТикТокта осындай 500-400 эфир жаңа адамдар жинап алып, Құдай жоқ деп жазып, еще соған Құдай бар деп шығарып, наоборот айтып отырмын саған. Наоборот, егер мен ТикТокқа кірдім, өзім Құдай жоқ деп 500 адам отыр эфирінде. Қара, тыңдасайшы енді. Мен Құдай жоқ деп есептеймін. ТикТокқа кірсем, біреу Құдай бар деп 500 адам жинап алып, әңгіме айтып отыр. Мен осыны провокация деп есептесем болады ғой? Не үшін болмайды? Болады әрине. Дұрыс, иә? Демек, мен ананың позициясын провокация деп қабылдаймын да, онымен жауласа бастаймын. Өйткені менен басқа ойдағы адамдар өзінің пікірлерін әлеуметтік желіде айтпау керек олар. Өйткені ол маған провокация болады да, олар менің жыныма тигісі келіп тұр деген сияқты ол. Солай ма? Мен саған Сайке бір адамды мысалға келтірейін ба? Сен тыңдай аласың ба адам сөзін? Тұра тұр, сен әңгімені жауап бермедің ғой сен? Ой, бля, сен Сайке вообще адам тыңдамайсың да сен. Бұл әңгіме қай жаққа баратқанын айтайын ба? Сен ана бағанағы мен басқа эфирде айтқан әңгімені тыңдағансың да, бірақ түсінбегенсің да. Саған андай бір кішкене более грамотный адам келсе сен. Енді қара, сен грамотный адам болсаң, саған андай тупой адамдар кірген жақсы да. Жоқ, мен сенің ой, мына тұрған бар ғой. Оны түсінбейді ғой, потому что олар. Енді сен түсінетін адам болсаң, мен саған келатырмын ғой. Сен андай үлкен мәселе қылып сен түсінетін адам болсаң, мен саған келе жатырмын ғой ақырын. Жақсы, ТикТокта 500 адамға Құдай бар деп отырған адам, ол провокатор екен. Енді бүкіл 2000 сен сұрақ қоя бермеші. Енді тоқтасай келатыр қой. Сол сұрақ. Сен ғой эфир ашып отқан, мен саған сұрақ қою кірдім ғой. Сен не үшін сұрақ қою бересің? Тура сол сұрақ тұра тұр. Мен саған сұрақ қою үшін кіріп отырмын ғой эфирге. Тоқтасайшы. Сен екі маған сұрақ қоя бересің, мен түсінбедім. Енді сен ғана сен сонда Құдай жоқ бар десең кір деп шақырып отырсың. Мен енді сұрақ қояйын десем қойдыртпайсың, сөйлетпейсің адамды. Қара, енді мен саған бір мәселені анықтайды, сосын мүмкіндік беріп жатырмын ғой. Определись, блин, натуре определись бля өзің позицияңды. Адамдардың бәрі ақымақ емес қой. Қарашы, мен сені 100 рет тыңда деп сөйлесіп отырмын да, сен еще өзіңді мен бір-екі сұрақ қоюға кіргенмін, әлі қойдыртпай отырсың да сен. Вообще теманы қайда бұрып кеттің? Жақсы, енді осыған дейін сен қойған сұрақтарды санаймыз, 3-еу шықса болды, аузың жауып отырасың ба? Ол сұрақтан кейін сұрақ шығады ғой. Сен дискуссия шақырып отқан сен секіре бересің, ё-моё, қазір 1 секунд бұрын айтқан сөзіңнен секіріп жатсың ғой. Мен 1-2 сұрағым болған, басында сен эфиріңе кірген кезде соны әлі қоя алмай отырмын. Содан кейін барып уже әңгімеден сұрақтан сұрақ шыға бермеймін ба содан кейін? Сен ғой шақырып отқан тоқтай тұр. Мен саған сұрағыңды қой деп мүмкіндік берген кезде өзің ойламаған сұрақтарды қойып отырсың ба бағанадан бері? Не дейді? Мен саған давай ойында сұрағымды, 1-2 сұрағымды. Сен қарашы, сен тыңдашы, Марк, бір сұрағымды мен саған әңгіменің тоқтай тұршы, кіргенде ойымдағы 3 сұрағым бар еді, соның біреуін қойдың. Содан кейін сен әңгіме шығып кетеді. Сен манағыдай ғой, сен әртүрлі кішкене бұрып жібересің теманы деген сияқты. Мен саған ештеңені бұрмай, тоқтасайшы, мен саған ештеңені бұрмай. Подряд қоюға мүмкіндік беріп отырсың ба? Давай қандай сұрағың бар деп мен саған. Өзің мүмкіндік бермей отырсың ғой, подряд қоюға сұрақтарымды еще келіп алып маған претензия айтасың. Боласың ба? Мен саған давай сұрағыңды қой деген кезде сен ойыңда жоқ сұрақты қойдың ба жаңа? Мен 2-3 сұрағымды подряд қалай қоямын? Мен бірінші бір сұрағым жауабын алмаймын, мен әлі ала алмай отырмын ба соны? Енді сол сен сұрағыңның жауабында сен 200-лігіңді мен саған көрсетейін деп отырмын ғой қазір.
Ал көрсет ал. Ал көрсетейік. Енді Сен қара. вообще, Енді сен есіңде бар ма? көрсет ал дедің ба? Тыңдашы енді ал жауап. Көрсет ал дедің ба? Енді Жоқ, мен тыңдасай. сұрақ қойғанды білесің ба? Сұрағым есіңде ма сенің? Не сұрақ Мен қойғанды? сенің сұрағыңа нақты жауап бердім. Енді көрсет ал дедің ғой 200-лігіңді. Көрсетейін да саған енді тыңдасай. Типпайт, әңгімеден бұрын саған тоқтасай дегенмен өтті ғой мына әңгімен. 40 минуттың бір 20 минуты тыңдасай, тоқтасаймен өтті ғой әңгіме. Аш микрофоныңды. Микрофонды жаппаңдаршы, қазір жапсаң тағы жылайды бұл қазір. Вот именно. Кім жауап тастаған? Сәке, сен ойлағандай жұрттың бәрі ақымақ Ал емес қой. көрсет Сен әлі ал, сен менің сұрағыма жауап көрсет алып ал дедің ғой. Нөлге- Тоқташы енді.